Сәлем достар, сіздермен мен Арсек Зет. Бүгін мен Майнкрафттағы үйіме обзор жасайтын боламын. Ал ендеше кеттік. Ой, достар, сен қалдыңыздар ма? Мұнау менің үйім. Осы үйді 3 күнде жасап бітірдім. Бірінші күні сызбасын сыздым. 2 күн осы үйді жасадым. Міне, алыстан қарасаң осылай болып көрінеді. Әдемі емес пе? Егер ұнаса, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліңіздер. Жалпы жүрек. Міне, кіреберіс осындай. Міне. Әдемі емес пе, солай ма? Міне есік алды, табалдырықтан өтеміз. Міне түрлі қылыштарды, кирка, садақ, осындай заттар, аяқ киім шешетін жер. Міне әдемі болжын, өстіп көрсетейін. Міне достар, міне әдемі суреттер көріп тұрсыздар ма? Міне мына бөлмені көрсетейін. Жататын төсек, затты салып қоятын тумбочка, тағы басқа. Міне өсіп ұйықтауға болады. Міне туалет. Қазір міне туалет. Же типа бұна бумага. Жақсы бастым достар. Екінші бөлмесін көрсетейін. Суреттер ұнап тұрма. Қараңыздар. Сіздер үшін ерінбей 3 күн жасадым. Міне анауды дәл сондай сияқты бөлме бір. Әдемі. Ұйықтауға да болады қазір. Ой, тұтыдыр. Бәсе. Осылай достар. Міне банандай туалет. Банандай, міне қараңыздар. Шапаттырым біле бана көрсеттім. Ана тумбочканың ішінде не бар екенін. Жақсы достар, міне неқтан бет қарақуат терезе. Жалпы екінші этаж. Міне тоқтыдыр, мынаны көрсетейін бірінші. Жақсы екінші этажға бастығында. Міне әдемі көрдіңіздер ғой. Міне өстіп әдемі көрінеді. Міне достар, картинкалар. Міне терезе. Аяқта біреу жүреді. Жоқ достар, жалпы міне мынау балкон. Қараңыздар, әдемі алып көрсетейін. Міне әдемі екен. Солай емес пе? Міне достар, міне қараңыздар, әдемі ғой. Міне достар, әдемі. Міне үшінші беті ойнауға болады. Ой, әрекеттік достар. Үшінші этажға көтерілеміз. Міне достар, үшінші этаж. Ал жақсы. Осымен кешке қаратта видео түсіретін боламыз. Досымен осы жерді тығылыспақ ойнаймыз. Немесе жоспар өзгеріп басқа видеоны түсірмеуіміз де мүмкін. Әдемі закатты көруге болады. Ана арасымдыр. Мына жерді көрсете алмаймын. Көрсете жерді. Құпия ол. Жоқ көрсетемін ешнағын. Қыланша емес. Міне достар, закатты көретін жер. Но менің библиотекам. Яқта отырып кітап оқуға болады. Міне кітаптар, полка. 2 адам болып оқуға болады. Міне осында көтеріп қоюға да болады. Міне көріңіздер достар. Міне мына жерде банандай жер. Әдемі ғой. Солай емес пе? Мынау да сондай балкон сияқты. Бірақ терезе оның орнына. Неқта ойнауға бүйтіп күчік деп. Жақсы достар, 4-ші этажға көтерілеміз. Яғни крыша жақ мынау. Міне алмазды қылыштар. Міне көрдіңіздер, әдемі емес пе? Әжеге отыруға болады. Міне бүйтіп Ал жақсы достар, енді ең жоғарғы балкон. Міне балкон емес, жалпы қалай айтады?
Не достар, алматыда жеп жатуға болады, ұйықтауға болады, кітап оқып, күн қыздырып қана болмайды екен. Достар, мен андай қылып, не жігіті қылып қалған. Міне достар, енді төменге түсеміз де, міне, қалай айтады, крыша. Міне осы жерлерді қараңыздар, міне, үсті қылуға болады. Типа скамейка ғой, жаңбыр жауып жатқан кезде де дала қарап отыруға болады. Әне қоймасаңыз да болады негізі. Міне достар, не әдемі болса, лайк басып артына қатып келіңіздер. Міне көрдіңіздер ғой, ұшып енді тағы да жоғарыдан көрсетейін. Мынаған қараңыздар, банағы үй емес пе? Көрдіңіздер ме? Банағы үй мұны. Енді мына үй жақсы емес пе? Қараңыздар, тағы да жоғарыдан көрсетейін, тағы да айтып отырмын негізі. Жақсы достар, міне жоғарысынан көрсетейін. Міне осындай, ең жоғарыдан. Көрдіңіздер достар. Осы үй ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен, Арсеке Z. Хош саламатта болыңыздар. Пучу!